Қадірлі ағайын, өздеріңізге белгілі, 2019 жылдың 26 желтоқсанында біз Демократиялық партияның бастамашылық тобының өкілдерін ресми түрде Әділет министрлігінде тіркедік. Соған сәйкес 22 ақпан күні Демократиялық партияның алғашқы құрылтай съезі өтуі керек болатын. Бірақ бұрын соңды болмаған биліктің қысымына байланысты, біздің облыстағы өңірлердегі азаматтарды қудалауына байланысты, көліктерін өртеп, түрмеге қамап, қылмыстық істер ашуына байланысты біз бұған қарсылық ретінде алғашқы құрылтай съезін емес, митингі өткізетінімізді және халықты митингге шақыратынымызды, бейбіт жиынға шақыратынымызды айтып, ашық үндеу тастаған болатынбыз. Яғни Демократиялық партияның 22 ақпан күнге жоспарланған съезі өтпей қалды осы мәселеге байланысты. Бірақ біз іс жүзінде Демократиялық партияның Қазақстанда құрылғанын жариялаймыз. Оны халықтың бәрі, халықаралық қауымдастықтың барлығы өз көзімен көріп отыр. Біздің өңірлерде белсенділеріміз бар, қолдаушыларымыз бар, және ең бастысы осы авторитарлы Назарбаевтың жүйесімен күресуге деген идеямыз бар. Ол идеядан, ол ойдан біз еш уақытта бас тартпаймыз. Сондықтан біз дәл қазіргі таңда осы Демократиялық партияны, іс жүзінде құрылған партияны заң жүзінде қайтадан құру процесін, тіркету процесін бастайтынымызды жариялаймыз. Ол үшін бізге ең кемінде саяси партиялар туралы заң бойынша ең кемінде 1000 адамнан төмен емес бастамашылық топ қажет. Міне сол бастамашылық топты қайтадан жасақтайтынымызды, қайтадан құрамымызды жаңартатынымызды және оған бұрында қолдаған азаматтарды қабылдауға дайын екенімізді жариялаймыз. Егер біздің қатарымызға қосылғыңыз келсе, осы авторитарлы жүйемен ашық күреске шыққыңыз келсе, Қазақстанда демократиялық реформалар болсын десеңіз, біздің қатарымызға қосылуыңызға толық мүмкіндігіңіз бар. Біз сіздерді соған шақырамыз. Осы елде өзгеріс жасағысы келетін азаматтарды. Ол үшін 8747 644 2979 нөміріне хабарласуыңызға болады. Алматы қаласында біздің мекен-жайымыз 8-ші ықшамаудан үй 4-та 405-ші кабинет. Осы жерге келіп, бізбен кездесіп, жүздесіп, сөйлесіп, Демократиялық партияның қатарына қосылуға толық мүмкіндігіміз бар. Біз бірге жеңеміз, Назарбаевтың жүйесімен ашық күресеміз.